Muhammed Қажылыққа, үлкен қажылыққа, кіші қажылық омыраға келетін болсаңыздар, Ханафи мазхабы бойынша сүннетке сай аяқ киімдерді көрсетіп кетейін дедім. Бірінші, жарамайтын аяқ киімдерді айтайын деген. Міне мынау аяқ киім негізі мына төбесіндегі тобы ашық болу керек. Бірақ мына жері өкшесін жапқандығы себепті мынау болмайды. Мысал үшін, мынаны киген кезде мына тобық ашық тұру керек, мына төбесіндегі. Мына екі тобық дәреттегі тобық емес. Мына төбедегі тобық, мына жоғарғы жағымен, тұласымен, мұнамен бұлайынан ашық болу керек. Ал мынау болмайды. Дәл сол секілді кейбіреулер мынандайды да алған, қараңыздар. Мынаны жауып, мына жоғар жағына, тобықтың жоғар жағын ұстап тұрғанмен, мынау да болмайды. Ал енді мынау сандалик, мынау болады, қараңыздар. Мына қараңыз, тобық, мына төбедегі тобық ашық тұр, мына екі тобық, мына артының барлығы ашық тұр. Мынау, сосын елдегі 1000 теңгелік аяқ киім, мынау да жарайды. Мына ашық тұр, өкшесі, тобығы барлығы. Негізі сүннетке сай, Ханафи мазхабында осындай шлепка алыңыздар. Осындай аяқ киім алыңыздар. Жақсы қоя, мына жағын жауып тұратын, бұлайына қыстырып қоятын, мына жерін толығыменен жауып тұратын, олар жарамайды. Түсінікті ғой. Осыған сақ болыңыздар.